Сау саламатсыздар ма, қымбатты достар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өз мемлекетіңді құр. Өз ішкі мемлекетіңді құр. Ол сенің өз өмірің. Бақытың сенің ішінде. Байлығың да, барлық жақсылық, барлық қуатың ол сенің ішінде. Сондықтан да өз өміріңді барлық жақсылықтан, бақыттан, берекеден құруға тырыс. Әр уақытта өзің айт, менің өмірім керемет. Көркемдігі мен, бақыт байлығы мен керемет өмір сүрудемін. Өзіңді бағала, сыйла, өзіңді өзің бағалата біл, сыйлата біл. Өз өміріңнің инструменті, өз өміріңді жаса. Өмірің өзіңнің қолында екеніңді ұмытпа. Өзіңді еркелет, бағала, сүй. Және де өз өміріңнің мен қалаған өмірімді сүрудемін деп айтуды ұмытпа. Өзіңе өзің ғана көмекшісің. Өзің ғана көмекші болып өз өміріңді қолдап, қорғап, әр уақытта өз арман мұратыңа жетуге тырыс. Сондықтан да міндетті түрде өсуге, бар жағдайыңды жаса, жақсы өмір сүруге тырыс. Ішкі жағдайың, ішкі бұлағыңды аш. Оны тек қуанышқа қолдан. Бақыт өз ішіңде екенін ұмытпа. Өзіңе көмек бер, жағдай жаса. Өзіңді ести біл. Бағытыңды жақсылыққа, қуанышқа бақытта. Өмірің өз қолыңда, сондықтан керемет қылып өмір сүр. Еш адам сенің өміріңді керемет қыла алмайды. Тек сен өзің. Сондықтан да сен өз өміріңе өзің қожалық жасап, өз өміріңе өзің жақсы бақыттар, бағдарлар, бақыт жасап, өз өміріңді керемет қылып, әдемі қылып, сұлу да сүйкімді, бай қылып, бақытты қылып өмір сүруге тырыс. Егер де сен өз өміріңе сондай жақсылықты, берекені шақыратын болсаң, ол өмір саған міндетті түрде келеді. Бақытың сенің өз қуатың өз ішіңде. Сондықтан да осы сабақты аяқтай отырып, мен сізге тек бақытқа, бақ-дәулетке, жетістіктерге, үлкен биіктерге жете беруіңізге тілектеспін. Сау саламатта болыңыз.